Баршаңызға сәлем. Сіздер мен Луиза менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сорпа қосылған тефтели дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, каналға жазылып, лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Ең алдымен барлық көкөністерімізді осылай тура баламыз. Мен бір пияз, 2 сәбіз және бірнеше картошкаларды қостым. Барлығын тура осындай орташа етіп тура баламызды. Қызып тұрған қазанымызға май құйып, бірінші пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Пиязды қызартып қуырсаңыздар, тамақтарыңыз дәмді болып шығады. Одан соң мен сәбізді қосып қуырдым. Сәбізді қосып қуырғаннан соң артынан картошкаларды салып, картошканы да қуырамыз. Одан соң дәміне қарай тұзын салып, сосын томат қосып, тағы да жақсылап 10-15 минуттай жақсылап қуыратын боламыз. Ендігі кезекте 1,5-2 литрдей су құйып, сорпамызды қайнататын боламыз. Сорпа қайнағанша енді тефтелдерімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет тартылған ет, 300 грамм тартылған етке 80 грамм күріш қосамыз. Одан соң кинза қосып, укроп араласқан кинза қоссаңыздар да болады. Сосын бір пиязды осындай майдалап турап, немесе блендермен езіп аламыз да. Үстіне бір жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырғаннан соң, осындай домалақша етіп, шариктер жасап шығамыз. Салмамыздың барлығын қолымызбенен жақсылап араластырып, одан соң салмамызға осындай қолымызбенен домалақша етіп форма беріп аламыз да, бөлек ыдыстарға қоя тұрамыз. Енді қайнап тұрған сорпамызға 1-2 лавр жапырақтарын қосып, сорпамызды қайнататын боламыз. Енді осы қайнап тұрған сорпамызға тефтелдерімізді барлығын салып, тефтелді пісіріп алатын боламыз. Қазанның отын орташа етіп қоясыздар. Егер сіздердің қазандарыңыз қатты қайнап жатса, тефтелдер жарылып кетуі мүмкін. Бетіне шыққан осындай көпіршіктерін қасықпен алып тастаймыз да, тефтеліміз дайын болғаннан соң осындай кеселерге салып құйып ішсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Луиза, сау болыңыздар.